Міне да, нұсқаулықты айтып жатырмын, нұсқаулық жалпы олимпиадаға қатысудың да. Ең маңызды дейді, жүйені дұрыс жұмыс істеу үшін Google Chrome браузерін пайдаланыңыз дейді. Google Chrome деп тұрған міне бізде астында тұр міне, Google Chrome деген браузер. Осымен келген дұрысырақ дейді. Барлығына қарағанда. Енді ескерту дейді. Олимпиаданың өту күні мен уақытын аккаунттағы мәзірдің менің іс-шаралардың бөлімінен көруге болады дейді. Олимпиаданың күні мен уақыты тіркеу аяқталғаннан кейінгі бір апта ішінде өзгеруі мүмкін. Енді бұның барлығы қазір керек емес. Сізге керек мынау. Олимпиада басталар алдындағы міндетті түрде тексеріңіз дейді. Ноутбук немесе компьютердің камерасының, микрофонның дұрыс жұмыс істеуін, интернеттің тұрақтылығын, құрылғының зарядын. Егер ол ноутбук болған жағдайда зарядкаға тығылып тұр ма, қанша пайыз қалды, соны міндетті түрде тексеруіміз керек. Енді олимпиадаға қалай интернет сөнген жағдайда не істейміз дейді. Қайта кірген кезде мысалы свет сөніп қалды. Біз компьютер орнында отырмыз, свет сөніп қалды. Не істейміз? Бізге басқа ноутбукты немесе басқа құрылғыға өзіміздің интернетімізді таратып, қайтадан кіреміз. Менің іс-шараларым деген банаға айттық қой, мои мероприятия деген да. Соған кірген кезде барлығы бөлімінде олимпиада көрінбеуі мүмкін. Ол жағдайда менің іс-шараларымның ішінде мұрағат деген бөлім бар. Мысалға қарайтын болсақ, менің іс-шараларым деген басқан кезде, мына жерде барлығы да екеу шығып тұр ғой. Мұрағаттың ішінде қазір бізде ешқандай жоқ. Бірақ біз бастап олимпиаданы бастап кететін болсақ, бірақ аяқтамасақ осы мұрағаттың ішінде түсіп тұрады. Яғни орысша айтқанда архивтің ішінде тұрады. Түсінікті? Енді олимпиаданы қалай бастаймыз? Бана айттым, бізде осы бетке кіріп тұрады да. Одан кейін бізде менің іс-шараларым, орысшаға қоятын болсақ, мои мероприятия. Осының ішінен олимпиаданың біздің мына техтур басқа, ол біз өтіп кеткен техтур кеше. Бүгінгі мынау олимпиада күні біз осыған кіреміз. Одан көру деген батырманы басамыз. Осы жерде олимпиада тестілеуді бастау деген сөз шығады сізде. Тестілеу уақыты барлығыңызға 1 сағат беріледі және 1 рет қана орындалады. 1 ғана әрекет орындалады. 1 сағат 12:30-дан 1:30-ға дейін десе, 1:30-да бітті, жабылып қалады сізде. Сіз оған дейін 13:30-ға дейін бір 2-3 минут қалғанда төбесінде қып-қызыл болып көрініп тұрады. Соны аяқтау деп басып үлгеруіңіз керек. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма бұған қатысты? Сұрақ жоқ ма? Так, жақсы. Енді құрылғы немесе интернет ажыратылып, олимпиада беті жабылған жағдайда таймер жұмысын жалғастыра береді. Яғни қосымша уақыт сізге берілмейді. 12:30-да басталып кетті, свет сөнді ме, интернет ұстамай қалды ма, уақытыңыз өте береді. Себебі ол республикаға бір уақыт. Қайтадан басқада мысалы бөлек кіріп орындамас үшін республика бойынша бір ғана уақыт өтеді. Бір белгіде 1 сағатта. Так, енді мына жерде енді жаңағы айтқанымызды көрсеткен тестілеуді бастауды басамыз. Одан кейін қараңыз, мына жерде разрешить деген бөлім шығады бізде, рұқсат беру яғни. Қараңыз. Біз тестілеуді бастау дегеннен кейін бізде мына оң жақ, мына жақпен санағанда оң жақ, сіз қарап отырғанда сол жақ шекесіне мынадай сөз шығады. smart.kz сізден камера мен микрофонға рұқсат сұрап жатыр деген. Сол жерде біз бедейміз разрешить в этот раз, яғни бұл жолы рұқсат беру деген басамыз. Түсінікті? Басқаннан кейін біздерде толық экран режимі дейтін шығады. Міне, мына жерде тұрады весь экран дейтін басамыз. Мына жерден міне, мынаны рұқсат еткеннен кейін мынандай шығады ортасынан. Весь экран дегенді басамыз. Одан кейін экранның үстін таңдаймыз. Үстін басып кәдімгі. Мышкамен басамыз апарып үстін. Содан кейін мына көк жанат поделиться болды. Осы поделиться деген батырманы басамыз. Сол кезде бізде мына батырма шығады. Екеуі жасыл жанат. Қызыл шықпау керек, жасыл шығу керек екеуіне. Содан кейін толық экран режиміне өту дейін шығады. Яғни толық экран режиміне кіру деген. Осыны басамыз. Сол кезде бізде мынадай тексеріледі, одан кейін жалғастыру деген батырма жанады. Міне бәрі жасыл жанғаннан кейін мына жерде жалғастыру дейді. Мына жерде өзің камераңды өзің көріп тұрасың астында. Көріп тұр ғой да? Жалғастыруды басамыз. Басқаннан кейін бізде мына жерде
сұрақ уақыт берілген уақыт тұрады. Мына жерде келесі сұраққа өту үшін немесе алдыңғы сұраққа бару үшін батырма тұрады. Немесе мына жерден де сұрақтардың тізімі арқылы басып любой жерге кіріп кете бере аламыз. Енді тапсырмаларды жылжыту үшін мына мышканың курсорын мына жақта отыр ғой, мына жақта сызылған бөлек сызылып тұр да, мына жерден мына жерге дейін. Осының ішінде мына жерден басқаруға болады. Немесе мына тесттің ішінен кіріп тұрып, бүйтіп басқаруға болады мышканы мына жермен. Мышка болған жағдайда, компьютер болған жағдайда. Ноутбук болған жағдайда мышканы немен сенсорный экран болса, мынандай сенсор ноутбук болса, онда мына жерге апарамыз, мына мышканы мына жерге басып тұрамыз да, мынамен апарып тұрамыз да, саусақпен сол жаққа басып тұрып, жылжытамыз төменге қарай. Түсінікті? Енді мына жерде жүгірткіні пайдаланып, бетті төмен жылжытыңыз деп көрсеткен, мен сізге іс-әрекетпен көрсетіп. Түсінікті ғой? Одан кейін осының астында бізде бір сұрақ, бір ұпай деп тұрады. Бұл жерде сұрақтың реттілігі және ұпайдың саны көрінеді. Яғни бізде бір ұпайлық сұрақ бар, 2 ұпайлық сұрақ бар, 3 ұпайлық сұрақ бар. Түсінікті? Дәл сол сияқты бұл жерде тек қана А, В, С, Д деген 4 нұсқа тұрады. Яғни бұл жердегі қайсысы бір В деп отырсаңыз, осыған тек бір В деп бересіз. Бірінші сонда сізге черновикке мына тапсырмалардың бәрін аяғына дейін қарап алып, сосын барып мына жерден келесі сұрақ деп, мына келесі сұрақ деген тек жауап қарар үшін. Мындан қарадың, бір А болды, аны белгілеп тастадың да, екіні қарап отырсаң, келесі дейсің. Мына жер ауыспайды ортасы, асты ауыса береді. Түсіндіңдер ме да? Қозғалатын асты, ортасы сұрағы тұра береді. Сұрақ бар ма, Гүлмира? Так, енді қараңыз. Камера терезесін осы жебе белгісінің көмегімен кішірейтіп, немесе қайта үлкейтуге болады дейді. Ол сізге керек емес. Үлкейтіп, кішірейтіп не істейсіз? Өзіңіздің бейнеңізді, да? Тұра берсін, лучше қозғамай болған. Так, мына жерде жауапты жою дейді. Жауапты жоюды басып, қайтадан басқа жауапты белгілей аласыз. Есіңізге түседі. Ана 4 мынау екен ғой деп есіңізге түссе, қайтадан барып, мына жерден таңдап барып, мына жерден таңдап баруға болады. Немесе мына жерден артқа деп жүріп балымызға болады. Жалпылама осы. Мына жерде әрбіреудің анықтамасы көрсетілген, оның барлығын түсінесіз ғой енді. Так, енді барлығын болғаннан кейін дегеніміз ол 30-шы тапсырмаға барған кезде тестілеуді аяқтау дейтінді басамыз. Сол кезде бізде қандай сұраққа қалай жауап бергеніміз шығады. Бірінші сұрақ Д, екінші сұрақ жауап бермеген, үшінші сұрақ С, төртінші сұрақ А, бесінші сұрақ А, алтыншы сұрақ Д, жетінші сұрақ С деген. Осының барлығы мына жерден міне жанында сыратын бар, осымен сырып, немесе мышкамен сырып, астына дейін түсеміз. 30-ға барып тексеріп аламыз өзіміздің дәптерімізбен не жазғанымызды. 30-ға барғаннан кейін жалғастыру немесе аяқтау деген тұрады. Осы батырманы басамыз. Сол кезде бізде мынандай шығады. 2-ші қыркүйек, міне сағат осындай уақытта, осындай күні аяқталды, басталған уақыты, аяқталған уақыты, жұмсалған уақыт және де мына жерге результат шығады қасына. Неше ұпай жинадыңыз? Результат шықпай қалуы да мүмкін. Қандай жағдайда? Ол операция берілетін болса, тағы басқа нәрсе болатын болса, результат шықпауы да мүмкін. Результат 1-2 күннен кейін шығуы мүмкін. Жалпылама осылай аяқталады. Басталған және аяқталған уақыт тұрады. Сразу айтпауы мүмкін. Ол әр пәнге әртүрлі. Мысалы, информатикаға сразу айтуы мүмкін. Математикаға сіздің есебіңіздің басқа жолмен шығарған болуыңыз мүмкін ғой. Типі сондай нұсқалар болатын болса, ол айтылмауы мүмкін. Немесе аудирование, тағы басқаларға байланысты. Так, сұрақ бар ма? Так, мысалы, практикалық қарайтын болсақ, біз кеше техникалық түсіріп алдым мен. Кішірейтіп түсіріп алдым мен, қазір телефоннан нұсқасы, да? Қараңыз, міне, рұқсат берілді, жасыл жанды, рұқсат беру, үстін басамыз, поделитсіз басамыз, полный экранға өтеміз. Міне жерде жалғастыру керек. Міне бәрі жасыл болу керек, бәрі жасыл болғаннан кейін бар. Сонда сенде тест ашылады. Міне үстіне сұрақ шығады, мында астына жауап беретін поле шығады. Түсіндің ғой да? Так, мына X басып мынандай артып, реклама бірдеңе шығып кетсе, X басып бересіз. Астына түсе бересің бүйтіп. Түсе бер, мынамен ортасымен түсе бер. Сұрақтарды оқисың, мысалы бір А болса, астына түседі.
мынаны беш, астына мынаны шеш. Беш, мына қарап. Мынамен мына жерге түсіп, мынаның астына белгілейсің. 1А, 2В деп түсіндің ғой да? Мынамен де секіре беру болады, мына жағымен де секіре беру болады. 30-ші сұрақ, мына А дедік те, соңғы. Так, мынаны завершить, аяқтау, мына жерде уақыт көрініп тұрады үстінде. Сосын міне сен қандай сұрақтарға жауап бергенің көрінеді, астында аяқтау деген тұрады. Осыны басасың. Түсіндің ғой да? Ертең олимпиада кезінде осылай болады сенде. Біткеннен кейін міне мына жерде шығады. 21 секунд кетті, 4 балл жинадың дейді. Түсіндің ғой да? Болды. Сен екі өттің тек болды. Түсінікті ғой. Сұрақ бар ма? Міндетті түрде мынамен салыстырмалы түрде қарап алуыңыз керек. Түсінікті? Все, сұрақ болмаса айтып жауап.